Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ұстаз өрлеуде аттестацияға өтініш беруді көрсететін боламын. Ол үшін бізге ұстаз платформасына кіру керек. NCA Layer міндетті түрде қосып қойыңыздар. Одан кейін ETSP арқылы кіру дегенді басамыз. ETSP-іңізді таңдаңыз. Мұнда парольді жазамыз. Және осындай басты бет ашылады. Одан кейін мына жерде қараңыздар, аттестацияға өтініш деген тұру керек. Жақсы, енді аттестацияға өтініш дегенді басайық. Мына жерде сіздің еңбек өтіліңіз барлығы шығып тұрады. Келесі мәліметтерді растаймыз. Мына жерге мәміле деген санатымызды таңдаймыз. Модератор. Комиссия бізге Қараөткел ауылының IT мектеп лицейі. Өтініш беру түрі бізде өзі автоматты түрде тұр. Мәліметтерді растаймыз. Сосын мына жерге санат алынған түрлі нәтижелерін алуды таңдаймыз. Сосын мына жерде сіздерге мен әлі тапсырмағам. Сосын эссені тіркейміз. Эссені тіркеп болғаннан кейін біліктілік санатын беру растау тәртібімен таныстым деп басасыздар да қолдарыңызды қойып жібересіздер. Міндетті түрде сіздерде мына жерде ПВВ нәтижелері болу керек. Содан кейін өтінішті солайынан жібере аласыздар. Мына жерде егер аттестацияға өтініш деген жазу сіздерде шықпай тұрса, мынандай сары сұр болып тұрса, онда сізге ақпаратты өзгерту керек. Әкімшілігіңізге хабарласыңыз, ол кісі сізге біліктілік санатын уақытын өзгертіп береді. Мысалы, менікі 2020 жылы 9 ай 2-сінде педагог алғанмен сертификатымды соны енгіздім. Содан кейін маған бұл аттестацияға өтініш беріледі. Келесі материалды портфолио деген жерге кіріп, өзіңіздің материалдарыңызды енгізген, қандай материал енгізілгені көрініп тұрады, қайсысы енгізілмеген көрініп тұрады, қайсысы қалып қойғанын солай көресіздер. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар.